Ассалаумағалейкум қазақ елі. Армысыздар. Біздің Қызылорда Шиелі Алғабас биогумус арнасының тұрақты көрермендері, верми фермерлер және де болашақ осы салаға, осы бизнеске қызығушылық артып, осымен айналысам деп жүрген болашақ миллионерлер. Біз мына жерде шылаушындарымыз бар. Чербақ қой енді, қызылқұрт, жауынқұрт деп айтылады. Қазір мына жерде көңді аударып бастадым. Арасына ауа кіріп тұру үшін. Бұл біздің жасап жатқанымыз шылаушындардың тығыздығы. Бұл жасап жатқан кәсібіміз. Бұл жерде біз не істейміз? Мына шылаушын дегеніміз осы Калифорниялық қызыл шылаушын деп аталады. Бұл кәдімгі 4 түлік малдың көң дейді, бір жерлерде қи дейді. Соны жеп биогумусқа айналдырады. Биогумус дегеніміз табиғи тыңайтқыш. Табиғи тыңайтқыш дегеннен кейін өзі де аты айтып тұрғандай, кез келген егіске пайдалануға болатын удобрение ғой енді, былайша орысша айтқанда. Өнімді арттырады, табиғи болғандықтан ол жерде еккен егінінде керемет нәтиже береді. Мына мен бір қолмен камераны ұстап, бір қолмен жаңағы аударып отқаннан кейін ыңғайсыз болып тұр енді маған. Бұны не себепті аударып жатырмыз? Бұны аударып жатқан себебіміз арасы, бұл үнемі ылғалдап отырғандықтан не істейді? Арасы тығыздалып қалады, ауа кіру азайып қалады да, сол үшін аударып жатырмыз. Бұларға оттегі керек қой енді. Бұларды Алла тағаланың жаратқан жәндігі болғандықтан бұларды ауамен де қоректенеді. Бұл көңді жейді. Мынандай мінекейіңіз, мына жерлер уже биогумусқа айналып кете жатыр. О, телефонның да камерасы. Биогумусқа толық айналмаған, бірақ уже айналып келе жатыр. 70-80% дайын болып қалған мына жақтары. Мына жағы әлі көң. Мына жерде түсі өзгереді. Кәдімгі чернозем дейді, қара топырақ секілді болады түсі көңнің. Мына жер әлі қалай қоңыр түстес. Яғында өздеріңіз көргендей шылаушында көп, ал мына жақта шылаушын, ірі шылаушындар жоқ. Тек қана жұмыртқалардан шығып жатқан молюткалар бар. Біз арасында осылай аударып отырамыз. Аударып отырмасақ, мынау тапталып қалады, суарыла бергендіктен. Сосын мынандай шөптерде шығып кетеді деген сияқты ғой. Енді баршаңызға айтатыным, жасаңыздар, айналысыңыздар. Өте болашағы зор бизнес, кәсіп деп айтсақ, ешқандай да қателеспейміз. Біздің өзіміздің білесіздер, қай өңір болса да жеріміз тозып жатыр. Химияны беріп, жер тозғандықтан уже ол жерде химия бермесең өнім ала алмайсың. Ал мынау биогумусты берсең ешқандай химияның керегі жоқ болады. Жер тыңаяды. Жер тыңайғаннан кейін, қазақта әдемі сөз бар ғой, жер тоймай, ел тоймайды деген. Мынау енді сол жерге беретін азық, жерде тойдыратын. Иншалла бұны жерге бергеннен кейін ол жерден шыққан өнім кәдімгі табиғи, таза өнім болып шығады. Ол ешқандай денсаулыққа зияны болмайды. Енді мынандай сұрақ болады. Бұны кімге сатамыз? Бұл биогумусты мысалға естің алдында азғантай қылып
өндіріп жаңағы тек қана өзіңіздің бау бақшаңызға, егініңізге, естің алдындағы пайдаланамын десеңіз, шағын жерде азғантай көлемнен бастап ұстап жасауға болады. Для себя это өзіңіз үшін де шыққан биогумусты өзіңіздің естің алдындағы өнімдерге пайдалануға. Ал егерде үлкен мөлшерде айналысып, осыны арнайы кәсіп қыламын дейтін болсаңыз, бізде Шымкентте, Түркістан облысында Бақытжан деген ағамыз кеше семинарда өте әдемі айтты. Осы Қазақстан бойынша ең үлкен мөлшерде биогумус өндіретін кісі, соның өзіне тапсырыс келген екен 20 мың кубқа. Ол кісі бір жылда 5 мың куб өндірем дейді. 5 мың куб дегеніңіздің өзі 5 миллион литр ғой енді. Ол кісіге 20 мың кубқа бір адамнан ғана тапсырыс түскен. Бірақ ондай мөлшерде бізде биогумус бүкіл Қазақстанды жинақтағанның өзінде ондай биогумус тауып бере алмаймыз. Неге? Оның себебі бұл биогумусты өндіріп атқан адам өте аз Қазақстанда. Сондықтан да бұл болашағы зор, ешқашанда өшпейтін, өлмейтін, сізді ешқандай банкротқа алып келмейтін кәсіп. Мен мынау Қызылорда облысы Шиелі ауданы Алғабас деген ауылда өндіріп жатырмын. Бұл жерде менің өндірген биогумусым жаңа Бақытжан ағам сияқтан 5 мың куб өндірсем де, бұл жерде осы ауылдан ар кетсе осы ауданнан аспайды менікі. Неге? Бізде өйткені барлығы егінмен айналысады. Жаңағы огурцы бар, помидоры бар, қауын, қарбыз, көптеген егіндердің егіледі бізде. Оның үсті күріш егіледі, бидай егіледі. Ертең мынаны алып күрішке, бидайға беретін болады. Сондықтан бұл жерде кімге сатам деген қорқыныш мүлде болмау керек. Тек қана алу керек, асырау керек, биогумус өндіру керек. Енді ол қанша дегенмен үрей болады ғой, кез келген адам, кез келген жаңа кәсіпті бастар кезде үрей болады, қорқыныш болады. Бұл қалай болады екен деп. Мен айтатыным, ешқандай да қорықпаңыздар. Мысалға, осы биогумуспен айналысып жатқан, осы биогумус, мысалға, осыны кәдімгі кәсіп қылып айналысып жатқан адамдардан алатын болсаңыздар, ол кезде ол кісілер сіздерді тастап кетпейді жар жолда. Ол кісілер сізге бүге-шігесіне дейін толық үйретеді. Қалай ұстау керек, қалай баптау керек, қандай кезде, қандай жағдайда не істеу керек, барлығын кез келген уақытта қоңырау шалып сұрасаңыздар, жауап беріп отырады. Одан кейінгі мынау биогумусыңыз дайын болған кезде биогумусыңызды сатуға көмектеседі. Түсіндіңіз ба? Сізді ешқашан жалғыз тастамайды. Ондай кісілер өзі бізден Қазақстанда танымал болып жатқан кәдімгі. Мен өзім Алматыда Пернебек деген ағамнан алғам. Ол кісі Алла разы болсын, өте керемет осы кәсіпті дөңгелетіп отқан кәсіпкерлердің бірі. Кез келген уақытта звондап қоңырау шалсам, сұрағыма жауап беріп отырады. Рахмет онысына. Одан кейін жаңағы Бақытжан деген ағамыз бар Шымкентте. Ол кісі де керемет, үлкен, ең масштабный көлемде жұмыс жасап отқан кісі. Ол кісі де үйретеді, түсіндіреді, айтады. Сізді осыны ары қарай табысқа жеткеніңізше кез келген сұрақтарыңызға жауап беріп, осыны жетік маман болғанша сізді тастамайды. Сарыағашта Нұржігіт деген бауырым бар. Ол кісілерге де Алла разы болсын, керемет жақсы жігіттер. Олар да бұл кәсіппен айналысам десеңіздер, барлығын бүге-шігесіне дейін үйретеді, жар жолда тастап кетпейді. Және де сол Сарыағаш ауданында Гүлнар деген апамыз бар. Ол кісі де керемет. Барлық жаңағы YouTube арналарына, қай-қайсына болса да YouTube арнасына кірсеңіздер, сұрақтарға да барлығын түсірген, видеоға сұрақтарға жауап берген. Керемет сабақ аласыздар, үйренесіздер. Осы кәсіпті бастасаңыздар
қолдайтын адамдар өте жетерлік. Мысалға Таразда бар, Берік деген ағамыз бар, Темірхан ағамыз бар. Ол кісілерде де алла разы болсын, керемет жаңағы білгендермен бөлісіп отырады. Осылай. Мен де білгенді айтып отырам. Білмесем, ұстаздарымнан сұрап алып, ары қарай түсіндіріп айтамын. Бұл кәсіпте не істеу керек? Бұл кәсіпте тек қана белді бекем буып, білекті сыбанып, мейлі бір коробка болсын, мейлі жаңағы бір квадрат болсын, мейлі 10 квадрат болсын, алып бастасаңыздар, өте керемет жетістіктерге жетесіздер. Кешегі мысалға семинардағы Бақытжан ағамыздың YouTube арнасында да жүр видеосы. Соны көрсеңіздер, үлкен мотивация береді. Нұржігіт бауырымыздың да YouTube арнасына кіріп қараңыздар, керемет мотивация береді. Гүлнар апамыздікі де керемет мотивация беретін видеолар. Бернебек ағамыздікі де әрбір видеосында керемет адамға деген мотивация беріп, кәдімгі екі ойлы болып жүрген адамды ана видеоларын көргеннен кейін неге жасамасқа деген ой келеді ана, белді бекем болып, білекті сыбанып кірісіп кетеді. Енді менің өзімнің жеке тәжірибемнен айтатын, мен мына жерде сабан, кәдімгі күріштің сабанымен бетін жабам бұның. Өйткені осы сабанмен, білмеймін енді, әдепкеде сабанмен жапқан, сабанмен жабам. Бірақ бұның бір минусы бар екен. Ол қандай десеңіздер, бұны аударатын кезде, сабанды жаңағы бетін ашып атқан кезде, сабанның арасында шылаушындар кетіп қалады. Ол кетпес үшін мынаны мен мысалға кеше суарылды, азынан кешке дейін суарылды, бүгін уже аударып отырмын. Ал негізінде бұны бір күн суармай қойып, ертеңіне аударып алып, сосын қайтадан бетін сабанмен жауып шығып барып, суарған дұрыс болады екен. Ол бір. Одан кейінгі ең үлкен мәселе деп айтса да болатын шығар. Мына жерде, мынау ертең биогумусты електен өткізетін кезде, мынау сабандар електегі жаңағы сета дейді, сеткілердің тесіктерін бітеп тастайтын секілді. Егер ылғалы күйінде өткізген, бұны кептіріп барып, електен өткізу керек болады. Дұрысы, кәдімгі қыстың күні орылған қамыс бар ғой. Енді ана жерде бар. Сондай қамыспен жапқан дұрыс секілді. Өйткені ол қамыста мынандай қиқым-сиқым көп түспейтіндіктен, оны солай жабу керек секілді. Сосын кейін тағы бір айтып көрсетіп кететін жағдай, менде мысалға мынау жауап көріне ме, көрмей ме? Мұнда 3 бортым бар. Бұлар әлі аударуға келген жоқ. Бұл жерде әлі өсу үстіндеміз, көбею үстіндеміз. Көріне ме фонтан болып тұрғаны? Көрінедігіне. Бұны да суарып жатырмыз. Бұл ылғалдылықты өте жақсы көретін жәндік болғандықтан бұл жерде осылай суарып отырамыз. Мына жерлерде мен капуста ектім, одан кейінсіне қызылша, арғысына сәбіз, оның аржағына картошка ектім. Енді кешегі аптада картошкаға мен әшейін себезгіме жай ғана сүйіп шыққам, жапырағынан биогумусты сүйегін. Нәтижесі әдемі. Бұлар деген кешегі апта кішкентай, мына қандай сыйлады. Осындай болып тұрған тон. Ол жек қазір әдемі. Ана сәбіздерге де шамал шашып шықтым. Мен қазір тағы да бір рет шашамыз. Сосын результатын көреміз. Результаты өте керемет болады бұны. Ал одан кейін мына жерде бұрын алдыңғы видеоларымызды көрсеңіздер, ол керемет болып тұр.
салған теплица еді, бірақ Алла тағала бұйыртпады бұл теплицаны. Теплица біздің шелінің желіне шыдамады, Қызылорданың желіне. Енді мынау помидорлар, бұны осылай екіп қойдым. Аяқтары шықпай қалған, бұның кейіннен ектік. Одан кейін шықпай қалған, қайтадан ектік. Бұлар енді кішкентай шығып отыр. Бұларға да анау тоникке сұйық бұйығымыз араластырып, кеше түнімен тұрып ішіп шықты енді бұлар сұйық бұйығымызды. Бұлар да уже бір аптадан соң өзінің нәтижесін көрсетеді. Нәтижесі өте керемет болады. Мына жерде 4 грядка помидор, біреу. Енді алдында мен бұларға огурцы еккен, мұна төбеге асып қоятын огурцы. Енді қазір ондай асатын емес, мұна жайылып өсетін огурцылар жектім. Бір арық есебі ғой, 18 метрге. Былай құлап өседі. Бос жатпасын дедім ғой жерді. Жаңағы теплицам қирап қалды деп өзімізді жаңағы тастап берген жоқпыз. Аллаға шүкір, Аллахтың берген күш қуатымен жасап жатырмыз. Мына өрік. Осылай ағайындар. Видеомыз ұнаса лайк басыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Қазақша биогумус жайлы ақпараттар жайлы видеомызды көпшілік көрсін десеңіздер, жан-жаққа таратыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге телефон нөмірімді қалдырып кетемін. Қоңырау шалыңыздар, звондаңыздар, сұраңыздар. Жауап беруге әрқашанда дайынбыз. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.